Әр халықта өзінің бір сүйікті қасиетті тұтататын өсімдіктер болады. Қазақта тораңғы деген өсімдік. Тораңғы өзінің жапырағын қозғалту арқылы табиғи самал желді өзіне шақыратын сияқты. Тарихи дәуірлерде тораңғылдан қайық жасаған, тағы да басқа тұрмыстық бұйымдар жасаған, киіз үйдің шаңырағын жасаған. Жергілікті тұрғындар табиғатпен етене тығыз байланыста болды. Табиғатты дәстүрлі игерудің жолдарын ата бабасынан мұра болып жеткен халықтық білімнің негізінде қалыптастырды. Меня удивляет, как это за 100 лет наш регион от жизни в такой тесной связи с природой быстро перешел к такому халатному обращению. Бізде в общем қару жоқ. Мысалға біреуге бару үшін де сен ана алдыңда тұрған адамды қос ауыз болса, сен де өлгенде автомат болу керек қой. Қарсы шыға алмайсың сен оған.